Баршаға сәлем. Бүгін сіздермен Сара. Бүгін сіздермен осындай керемет дәмді болып шығатын, бір жағсағаннан шығатын нәп-нәзік карамельный пирог дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте қарапайым, бірақ та дәмі тіл үйрерлік дәмді пирог болып шығады. Алдымен арнама жазылып, подписаться басып, өз пікірлеріңізді комментарий бөліміне қалдырып қолдау көрсетіп отырыңыздар. Алдымен 2 жұмыртқамызды, қантымызды және сары майымызды біркелкі болғанынша араластырамыз. Сары майымыз барынша бөлме температурасында болғаны дұрыс. Міне осындай қалыпқа енгенше жақсылап араластырып, оның үстіне қантымызды және 1 шай қасық қамыр қопсытқышымызды салып, жақсылап нәзік жұмсақ қамыр илеп аламыз. Баста осылай кішкене бірігуі қиын, иін қандыру міндетті емес, жай ғана осылай басы біріксе бізге жеткілікті. Енді кезекте қамырымызды тындыруға 10-15 минутқа қоямыз. Оған дейін салмасын дайындап алатын боламыз. Салмасына бізге вареный сгущенка қажет болады. Барынша қою түрін таңдаңыздар. Мен 1,5 банка қостым. 1 банка қоссаңыздар да болады. 2 жұмыртқамызды және де 2 ас қасықпен крахмалымызды салып, үстіне міндетті түрде салқын 33%-тен жоғары клейгейімізді құйып, барлығын жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Блендерді қолдансаңыздар да болады. Міне осындай салмамыз, осындай күйге енді. Біздің салмамыз дайын. Ендігі кезекте 10-15 минут шамасында тыныған қамырымызды жақсылап осылай формасына орналастырып алатын боламыз. Бортиктарын шығарып орналастырып алыңыздар. Қамыр өте нәзік, жұп-жұмсақ болғандықтан оңай жайылатын болады. Кейінгі кезекте шанышқымыздың көмегімен барлық жерін бортиктарында жақсылап шанышының көмегімен тесіп шығатын боламыз. Себебі біздің қамырымыз көтеріліп кетуі мүмкін. Кейінгі кезекте салмасын салып, барлық жерін бірдей етіп жайғастырып алатын боламыз. Бортиктарын осылай шанышқының немесе қолдарыңыздың көмегіңізбен басып түсіріп шықсаңыздар болады, салмаңызға қарай. Кейіннен салмамызды дәл осылай шет-шетіне тигізіп шығуымыз керек болады. Себебі біздің пирогымыз піскен кезде салмасы мен тестасы бөлініп кетуі мүмкін. 180 градуста қызарып піскенше пісіріп аламыз. Піскен кезде осылай бортигінен шығып тұрады. Ол қалыпты. Бөлме температурасында 2 сағат суытқаннан соң өз қалпына түседі. Кейіннен 1 сағат тоңазытқышқа саламыз. Міне біздің пирогымыз дайын, өте дәмді, нәп-нәзік пирог болып шығады. Достар, арнама жазылып, қоңыраушаны қосып, лайк және комментария бөлімдеріне өз пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін маңызды. Жасап көрсеңіздер болады. Сіздерден қолдау болса, менен әрдайым жаңа рецепттер шығады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Ал бізге ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер. Келесі кездескенше.